Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім және менің арнама жаңадан қосылып жатқан көрермендерім. Бүгін мен міне отбасымызбен бір жерден бір жақсы өзіміздің сыйласатын отбасымызбен Ауызашардан келдік. Ауызашары мен ютубқа контент түсіру керек. Ютуб кешіктіргенді онша көрмейді деп па? Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Таңертеңгі сәресіне мен бала-шағама, отбасыма бір салатты әзірлейін дедім. Ол үшін мен үйде бар міне колбасадан кішкене алдым, жетеді. Маған бір тарелка болса болды. Сосын мынандай кирешки, бір қияр, бір қызанақты алдым. Артығын алып қояйық. Әдемілеп бәрін тураймыз. Оны өздеріңіз де білесіздер. Енді Алла қаласа міне қадір түні оразаның тақ күндерінен іздеңіздер дейді. Осы менше бірінші 31-нен біріне қараған түні керемет күшті түн болды. Отағасы сол күні осы бүгін қадір түні өтіп кетпесін деп. Ертең қадір түні өздеріңіз білесіздер. Қадір түнінің сауабынан құр қалмай, ертең күзетуге Алла жар болсын. Өздеріңіздің оразаларыңыз қабыл болсын. Сәресіне дәмдеп бір салат жасап қояйын деп жатырмын. Анамның гүлдері қандай әдемі. Рахмет. Мен гүлдерді өте жақсы көрем. Менің гүлім осыменен 3-ші рет гүлдеп жатыр. Өткенде біреулер айтып жатыр, гүліңіз әдемі екен деп. Рахмет. Жалпы әдемі нәрселерді өте жақсы көрем. Әсіресе гүлді. Баяғыда бала кезімде гүлді жақсы көрдім мен. Есімде бар. Содан білмеймін, мамам емес, папам айтам. Папа, үйдің гүлін өсірейікші, папа, үйдің гүлін өсірейікші деп. Содан бері міне бала кезден бастап үйдің гүлін, даланың гүлін, жалпы табиғаттан өте жақсы көрем. Оны жасыра алмайын деп па. Әсіресе дала гүлім болсын, үй гүлім болсын. Сол бала күнгі әдеттер қалмайды екен бәрібірде. Көкіректе сайрап тұрады. Не, әдемілеп тұрып жатырмын. Бір ай оразамызда көзді ашып жұмғанша өте шықты. Оразадан оразаға аман есен жетейік. Бейшенбаевтың сотын көреміз деп өзі миымыз айналып кетті, шынын айтсақ. Не бітпеді, не қоймады жарық. Әлемді тербеткен әйел азаматшаларымыз аман болсын. Бір қолымен бесікті, бір қолды әлемді тербеткен. Бәріміз де бала ұстап отырмыз, бәріміз анамыз. Құдай басқа бермесін. Таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін. Қазақ атам жай айтпаған. Бәрін өмірден алған ғой оқытыр. Қалай болғанда да енді ана кісі өзі барып соғылған жоқ шығар бір жерге. Ертегіңізді енді құрастырғанда сұмдық құрастырады екен енді. Сондай азаматтар бар ғой енді. Мен просто өзім ойлаймын да,
азамат ретінде мен сөйтіп едім деп бір ауыз сөз айтса ғой шіркін деп ойлаймын да. Шіркін-ай. Міне әп-сәтте майонезін бере сал балам. Дәмді бір салатымды дайындап жатырмын. Таңертең ауызашарда жейміз. Қазір араластырмаймыз. Міне анашымның күлі өте әдемі, қып-қызыл болып тұр. Сіздерге ұнады ма? Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма жазылыңыздар. Пайдасы бар деген ойдамын. Әйел адамдар бір-бірімізді қолдайық. Құрметті менің енді ғана маған қосылып жатқан, мені көбіне сіздер подпискасыз көріп кетеді екенсіздер. Бір ғана қоңыраушаны басу арқылы менің каналыма жазылыңыздар. Әйел азаматшалар бір-бірімізді қолдайық. Қазақ каналын қолдайық. Оразадан оразаға аман-есен жетейік. Ендеше ауызашарымызға дәмді тамағымдарымызды жасап, қазақ елінің ел-іргесі аман болсын, дастарханымыз тамаққа толы болсын, өзіміздің жанымыз рухани бай болсын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардағалбековна, сәресіне осындай етіп әдемі салаттарыңыз жасалып, ас адамның арқауы дейді. Сау, саламатта болыңыздар. Менің бір ғана қоңыраушамды жазуды ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.